Барлықтарыңызға ассалауму алейкум. Бүгін киш тауық етімен дайындаймыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, салқын су, тұз жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған сары май салып, ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін тауықтың төс етін ұзыншалап немесе төртбұрыштап тураймыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Тауықтарымызды қуырамыз. Дәміне қарай тұз, паприка саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, толық піскенше дайындаймыз. Тауығымыз дайын болды. Осындай асты алынатын формамызда жақсылап сары маймен майлаймыз. Соның үстіне қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеуі тиіс. Жан-жағын көтереміз де формамызға саламыз. Шет-шетін жөндейміз, артық жерлерін кесіп тастаймыз. Салмасына түрлі көкөністер салсаңыздар болады. Енді салмамыз саламыз, жақсылап біркелкі орналастырып, үстіне құятын заливкамызды дайындаймыз. Ол үшін осындай 20% сливке құямыз. Жұмыртқа, сырды теркадан өткізіп қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, салмамыздың үстіне құямыз. 180 градус қызып тұрған пешімізге 20-25 минут пісіреміз. Әркім пеші әртүрлі, сондықтан күйдіріп алмаңыздар. Кишіміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.